Бәйдібек ауданында даму жолында ілкімді істермен көзге түскен елді мекендер аз емес. Солардың бірі Шақпақ ауылы атауымен танымал Алғабас ауылдық округі. Бұл өңірдің тарихы терең, халқы ғасырлар бойы мал және егін шаруашылығымен айналысып, өздерінің бай мәдени дәстүрлерін сақтап келген. Бүгінде Алғабас ауылдық округі белсенді дамып келеді. Ауыл әкімі Бағдат Арғынбайұлы Нақыпбаев іскер әрі ұйымдастырушылық қабілеті жоғары жетекші. Ол ауылдың әлеуметтік экономикалық дамуына ерекше көңіл бөліп, бюджет ресурстарын тиімді пайдалана отырып, тұрғындарға қажетті нысандарды салуға ерекше мән беріп отыр. Біз арнайы барып, әкіммен сұхбаттасып, ауыл өмірімен жақынырақ таныстық. Округ бойынша 4320 халық мекендейді өзі. 4 ауылымызда үй саны 758 отбасы бар. Қазіргі таңда инфрақұрылым 3 ауыл толығымен көгілдір отынмен қамтамасыз етілген. Тиісінше жаңағы электр жүйелері барлығына жанып тұр, көше жарықтары 3 ауылға жүргізілген. Ауыз су мәселесі қарастырылған. Биыл осы орталығымыз Шақпақта үлкен спорт кешені пайдалануға берілді. Енді Үсіктас ауылы бізде енді сәл шалғайда, бізден шалғайда орналасқан, таудың етегінде. Сол жерде енді кішкене инфрақұрылым мәселесі, свет жоқ, халық өте аз тұрады, 6 отбасы тұрады. Енді ол жерде тұрғындар енді мал шаруашылығымен айналысады енді. Сол себептен енді былтыр модульді блок кешенінің ауыз су мәселесін шешкенбіз. Қазіргі таңда округте 758 отбасы тұрады. Алғабасқа қарасты 4 елді мекен бар. Шақпақ, Қазата, Үсіктас және Таңатар. Елді мекендер 100% ауыз сумен қамтылған. Әлеуметтік жағдайы жылдан жылға жақсарып келеді. Ауыз су мәселесі қазір орталықтандырылған, таза ауыз су мәселесі шешілген, жер асты суға. Жоқ, 24 сағат тоқтамайды. Фильтрация арқылы таза ауыз сумен қамтамасыз етіп отырмыз қазір халықта. Округтегі жаңалықтардың айқын мысалы Қазата ауылында биыл жергілікті бюджеттен 25 миллион теңгеге ашық спорт алаңы мен балалар ойын алаңшасы салынған. Ауыл тұрғындары бұл жаңалыққа қуанып отыр. Жоба аудан әкімшілігі мен ауыл әкімдігінің және Қазата ауылының тумасы Бәйдібек аудандық мәслихатының белсенді депутаты Ерғали Асанұлының үйлестіруімен жүзеге асқан. Ендігі бұл алаңша тұрғындардың өмір сапасын арттыруға, уақытты ұтымды пайдалануға септігін тигізбек. Қалған жаңа Қазата, Таңатар ауылдарымызда енді ол жұмыстан енді қалып отыр деп айта алмаймыз. Қазір өздеріңіз барып кеткен Қазата елді мекеніне биыл футбол, ашық футбол, жазғы футбол алаңын және қасында балалар ойын алаңшасы, тренажерный осы жақында ғана пайдалануға берілдік. Онда құрылысын аяқтап Таңатар ауылымыз орашты жаңа неге біздің орталыққа Шаянға ең жақын ауыл. Ол жерде балалар ойын алаңшасы, көше жарықтарымен толық қамтамыз. М-строй мердігер мекемесі спорт алаңшасын сапалы түрде салған. Алаң бетіне арнайы бетон төселіп, газон шеттері бекітіліпті. Ол ауылдың қатты желі мен ауа райына төзімді етіп жасалған. Жұмыс барысы мердігер мекеменің басшысы Бақдәулет Мұратбектің жіті бақылауында болыпты. Өткенде көшпенділер ойыны өтті ғой. Содан чемпиондарымыз бар. Ауданның асық атудан. Ол бүкіл дүние жүзіне паш етті осы біздің кішкентай ғана Қазата ауылын. Бір ағайынды 3 жігіт қазір осы Қазақстанның чемпионы, көшпенділер ойындарында. Одан кейін тағы республикалық жарыстарда жеңімпаз атанып, арнайы сондай машина тігілген екен, сол машинаның иегерлері, чемпиондар. Енді мына футбол алаңы біздің аудан көлемінде біздің ауыл чемпион. Ол жағынан. Сөйтіп бізге өте осы мұқтаждығымыз шынын айтқанда. Біз мына Шаянда бар, сол жерге барып, сағатына ақша төлеп, сол жерлерде ойнайтын тұғын жігіттеріміз. Одан біз осы ауыл әкіміне ұсыныс айтып жүріп, биыл рахмет ауыл әкіміне. Жаңағы несін жасатып, где-то мен енді несін ашып көрген жоқпын, бірақ 25 миллион деді, осы ойын алаңшасымен осы нені салдырып берді. Шақпақ ауылындағы жаңа спорт мектебі ауылдың айрықша көркін ашты. Мұнда балалар ұлттық спорт түрлерін дамытып, әсіресе асық ату ойынында жоғары жетістіктерге жетіп, жүлделі орындарды иеленуде. Заманауи спорт ғимараты балалар үшін барлық жағдаймен қамтамасыз етілген. Волейбол, теннис залдары, жаттығу бөлмелері бар. Сонымен қатар медициналық кабинетте балалардың денсаулығына ерекше көңіл бөлінген.
Сонымен қатар округте алдағы уақытта Шақпақ ауылында жел энергиясына негізделген станция салу жоспарлануда деп ауыл әкімі қуанышты жаңалықпен бөлісті. Халық сайлаған әкімін, халық сайлауымен 2023 жылы сайлауға түсіп, сол кезде де сайлау алды бағдарламамызда біршама дүниелер жасаймыз деп халыққа уәде бергенбіз. Қазіргі таңда енді біраз бөлігі жасалынып отыр осы 2 жылдың көлемінде. Бұлда да енді қазіргі таңда енді жаңағы Қазытай елді мекен биді айтып отыр ғой, жаңа ауылда кішкене көшу процесс болады енді арасында деп, жұмыссыздықтың кесірі деп. Қазіргі таңда енді біз Созақ ауданымен шекараласамыз, осы Шақпақ Алғабас ауылы округі. Бізді өзімізде бәріне белгілі Арыстанды Қарабас желіміз бар, тоқтамайтын. Қазіргі таңда инвесторлармен жұмыс жасап, уже құжаттардың бәрін қазір ол кісілер осы наурыз айында уже басында кеп бастаймыз деп отыр. Желден қуат алатын станция соғуға, Созақ ауданымен шекаралас біздің территориямызға. Ол жерде де енді ол кісілермен келіссөзде осы жерге халықты жинадық, сол кісілердің рұқсатын алдық, ол кісілерге өздері келіп жаңа уәделерін берді. 200-ге жуық халық құрылыс аяқталғанша жұмыс жасайды деп отыр. Ол құрылыс біткеннен кейін тұрақты 50 шақты адам жұмыспен қамтылады деп отыр енді тұрақты түрде. Алғабас ауылдық округінде ауыл шаруашылығы мен егін шаруашылығы да қарқынды дамып келеді. Инфрақұрылымдық мәселелер шешіліп, ауыл көркейіп, әлеуметтік өмірі жақсаруда. Бұл аудан басшыларының қолдауымен іскер және жүйелі жұмыс жасай білетін ауыл әкімі Бағдат Нақыпаевтың еңбегінің бір айқын көрінісі. Ұлдархан Уәлиханқызы, Ерболат Керей, Сақ ақпараты.